Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен көріп тұрғандарыңыздай майсөк дайындайтын боламыз. Бұл тағам өте дәмді әрі жеңіл дайындалатын тағам. Сіздерге бүгін барлық құпиясымен бөлісетін боламын. Өзімнің сүйікті әрі қарапайым майсөк рецептімен бөлісетін боламын. Мен бұл рецепті өте ұзақ жасап үйренгенмін деп айтсам да болады. Бірнеше түрін қолданып та көрдім. Маған ең ұнаған әдіс осы болды. Алдыңдарда рецептін түсірем деп осылай дайындалып барлық рецептімді түсіріп жасағанды соңындағы результаты маған мүлдем ұнаған жоқ. Сондықтан майсөктің рецептін енді шығарып тұрмын. Өзім қолым кірісіп үйренгеннен кейін барып сіздерге сенімді рецептпен бөлісіп отырмын. Тарымызды жуғанда осылай кір болып шығады. Міндетті түрде тарларыңызды осылай жақсылап жуып алыңыздар. Бірінші жуғанда осындай кір болып шықты. Мен бірнеше рет осындай тарымыз тазарғанша жуып шықтым. Сіздерде осылай тазалап жуып алғандарыңыз абзал. Айтпақшы, менің есімім Айткүл. Бұл жерде мен күн сайын сіздерге дәмді, пайдалы, қарапайым тағамдардың рецептісімен бөлісемін. Егер сіздерге осындай үйде оңай дайындалатын тағамдар ұнаса, міндетті түрде каналға жазылып қолдау білдіріңіздер. Ал енді рецептімізге оралатын болсақ, енді осының бетіне сүт құятын боламыз. Сүт сәл асып тұрса болды осы тарыдан. Енді осыны газге қоямыз. Ендігі кезекте қантты да ұмытпаймыз. 3-4 ас қасық қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Өзіңіз тәттіні қалайтын болсаңыз, шекерін көбірек қосып жасай бересіздер. Бетін жауып, ең баяу отқа қойып қоямыз 25-30 минутта. Осы уақыт аралығында тарымыз жайлап, бөгіп пісіп шығады өзі. Бұл майсөгіміздің ең керемет құпияларының бірі деп айтсақ болады. Піскен соң оттан алып, ыңғайлы дысымызға салып аламыз. Үстіне қолдың сары майын салатын боламыз, егер де сіздерде бар болса. Егер қолдың майы жоқ болып жатса, өздеріңіз күнделікті қолданатын жейтін майды алып сала берсеңіздер болады. Және дәміне қарай қант қосып жібересіздер, тағы 1-2 қасық. Егер қатты тәтті қаламасаңыздар, қосудың қажеті жоқ. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Егер де майсөкке жаңғақпен қолдың таза балын қосып араластырып жейтін болсаңыздар, тіптен пайдалы болады. Адам денсаулығына, балаларға солай жасап көріп жесеңіздер де болады. Осылай жай жасасаңыздар да өте дәмді, пайдалы болады. Осылай міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір кішірек кесемізді алып, жақсылап майсөгімізді нығыздап салып алып, осы тарелкаға аударатын боламыз. Егер де қонақ күтетін болсаңыздар, мерекелік дастархандарға қоятын болсаңыздар, бетін неше түрлі етіп сәндеп қоюға болады. Бетіне клубника қойсаңыздар да болады. Немесе қандай жеміс жидектер бар, сонымен әсемдеп, шоколад сеуіп, әдемілеп әсемдеп ұсынсаңыздар да болады. Біздің майсөгіміз өте дәмді болып шықты. Осындай қарапайым әдіспен дәмді майсөк жасап көруге кеңес беремін. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал егер видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Менің каналымда неше түрлі рецептілер бар. Қарап көрсеңіздер болады. Түрлі салаттар, пирогтар, торттар және түрлі тағам түрлері, пайдалы рецептілерді қарап көріңіздер. Жаңа дәмді идеяларды жіберіп алмау үшін каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Айткүл. Келесі видеоларда кездескенше.